Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге Ади Тока. Бүгін біз Асыранды қыз фильмін түсіретін боламыз. Бұл фильмнің көптеген сериялар болуы мүмкін, бірақ мен полный сериясын шығаруға антидемін. Бірақ сіздер комментарийға жазып кетіңіздер, мына серияның мынанша сериясын шығарыңыз деп. Сол кезде шығаратын боламын. Менде барлығы дайын. Достар, ендеше біз көп созбай фильмімізді бастайық. Так, кірейік. Жүр. Саламатсызба? Саламатсыздар ма? Бізге екеумізге тәртіпті, ибалы, сүйкімді, мейірімді, тіл алатын сондай қыз керек. Қыз ба ұл ма көрерміз. Бізде қыз көбірек, ұлдар азырақ. Жарайды, көрерміз, жүріңіз. Жүріңіздер. Отыра тұрсаңыздар, қазір шақырып келемін. Бір-бірден өтсін ба, әлде өздеріңіз кіріп арасынан таңдайсыздар ма? Білмеймін, бір-бірден өте берсін. Иә, жарайды, ендеше қазір өткіземіз. Келді. Келді ма? Кетеміз ба? Бірақ сендер ибалы болмасаңдар, тәртіпті болмасаңдар, сұлу, мейірімді болмасаңдар, мүлдем сендерді алмайды ғой. Я, бәріміз білеміз оны. Я, біз де білеміз. Ендеше бір-бірден шығыңдар, бірақ бұчықтарыңды шығарам. Баяғы тәтелер келді. Егер бай тәтелерден айырылып қалсақ, бұчықтарыңды шығарам. Жарайды. Ендеше бірінші кім шығады? Мына жерден бастай берейік. Сен бірінші шық. Қазір келем, Самат, ойнай бер. Егер мен кетіп қалсам, ренжіме. Болды десе шықшы. Жарайды. Міне, осы бірінші баламыз. Ой, аты кім? Бұл баланың аты Самат. Самат екен аты. Атын ұмытып қалдым, енді көп бала бар, оны білесіздер. Я, айта беріңіз. Мен Саматпын, менің хоббиім кітап оқу, тағы да ойын ойнау хоббиім бар. Болды, бітті. Осындай бала енді бұл, енді бұны мейірімді десек те болады. Кейде ұрысқақ болып кетеді, енді кішкене қырсықтығы бар. Онда бізге қырсық баланың керегі жоқ. Мен жақсы адаммын, керісінше тәтті тамақтарды жеймін. Балаларыңыз болса, тағы да қарап берем, балаларыңыз болса. Жоқ, сіз қырсық дедіңіз, бірден ендеше бізге қырсық бала керек емес. Я, шын айтады. Жарайды. Жүр. Сен неменеге алдадың? Сен немене өз-өзіңді жамандап тұрсың? Бірақ ағай, мен жамандаған жоқпын ғой. Онда немене қуып атсың? Сіз ғой мен айтқан. Кет жай бол, тұршы ойнай берші. Сен жүр енді. Жүр. Ағайшы өсіп. Міне, осы баламыз бар. Бұл баланың аты Аманат. Анау Самат, анау Аманат. Енді егіздер ғой. Егіздер бірдей болады. Бұның да қырсықтығы бар шығар, бізге керек емес. Иә, керек емес. Бұл жақсы бала негізі. Жоқ, керек емес. Себебі егіздерді біз ұнатпаймыз. Және егіздер бізге мүлдем ұнамайды. Иә. Алып кетіңіз, әйтпесе қазір кетеміз. Иә, рас. Жарайды. Басқа қыздар.
Мен де алмады досым. Келесі Айша. Бар шүкір. Кофемді істей тұршы, қазапай көріп қалса, ағай көріп қалса. Ойбай. Мен Айшамын. Менің хоббиім фастфуд өнімін жемеу және де фрукты жеу және де сурет салу десек те болады. Бұл керемет сияқты шетке тұра бер, Айша. Ес, Аллахай. Мені таңда біреуміз тағы да кім шығады екен менің жаныма таңдайтын болды. Мені Айша таңдайтын болды. Қуана берме, қазір сені таңдамай қояды. Жарайды. Тыныш тұр болды. Қазір екіншісіне келем. Келесі. Міне бұл баламыз Алихан десек те болады. Алихан атым. Я, менің атым Алихан. Ноутбук тастаса жеймін ал. Ноутбукты көрмең жетеді ме? Сен өмір айтам сөйтіп. Енді кішкене ноутбукқа отырып қалғаны бар енді шыпсып. Сіздің құлағыңыз жақсы естімей ме? Бізге ұл керек жоқ дедім. Я, біз қыз аламыз деп келдік. Ой, сен осындасың ба? Не сен алатын болды ма? Мен аламын дейсің ба? Жоқ, әлі нақтысын айтқан жоқ. Бірақ мен алса деп тілеймін. Мына ұртқа қойғадан шаршап кеттім. Таңғы 6-да тұрып үй жинап, бөлмені жинайсың. Жарайды, қазір көреміз. Мен атым Алихан, менің хоббиім кітап оқу болды. Болды, Алихан, жүрші, сен таңдамаймыз деп жатыр. Немене кітап оқу деп ойлап тұрсың? Так, келесі, болыңыздар іштесіз. Жүр. Осындай қыз бар енді, сынымызда жалғыз осындай қыз енді. Аяғына не болған? Өзінің ерекшелігі сондай. Мені оңай атамаңыздаршы. Әйтпесе менің өзімнің денем мен осылай өзім туылғаным. Мынандай бізге тіл алмайтын осыға қыз керек емес. Мен онсыз әсерге келейін деп жатқан адам жоқ. Тұрағыш. Ұрсып, не болды сонша бірден? Міне осындай қызымыз бар, бұл Алина. Бұл қыздар жақсы сияқты. Білмеймін, бірақ қалай ойлайсың? Жоқ, сен шешесің. Былай хоббиіңді айта қойшы. Менің хоббиім кітап оқу және де фрукты жеу. Жоқ, маған кітап оқыған ұнамайды, маған керісінше ойнаған ұнайды. Бірақ мен де ойнай аламын. Маған ойнай алатынды көрсетпе. Келесіне жіберіңізші, көрейік, ол қандай қыз. Соңғысы ма? Я, бізде балалар өте қатты көп емес. Жарайды, жүрші. Айша, немене кітап оқу деп ойнап тұрсың? Тұрш, жүре ғой. Мен ба? Тұр. Бұл қыздың аты Сезім. Маған Сезім деген атын айтып. Мен де қарындасым аты Сезім болған. Онда маған ұнап тоже. Хоббиін айтсын ба? Хоббиін айтсын, жа. Хоббиін көргім келіп тұр. Хобби қандай бұл қыздың өзі? Менің хоббиім ойын ойнау, фастфуд жемеу, және ата-ананың тілін алу, біреуге мейірімділік көрсету. Мен былай айтқанда хоббиларым өте жақсы. Білмеймін, бар таңдаған адамдармен шығарыңызшы, көрейік. Жарайды, өзі бар. Қанша мынаның ойы? Өзі бары 2-ақ адам ғой. Жарайды, қазір шығыңыздар. Міне. Ойбай, біз арасынан бір-ақ қыз, 2 қыз танамыз осында. Я, енді осылай болып қалды. Саған қайсысы ұнап тұр? Маған ба? Маған
Алима кім еді ана сезім деген қыз ұнап тұр менің сіңілімнің аты сезім болған маған ұнайды. Маған да сезім деген аты ұнайтын. Мен де ойлағам сөйтіп. Онда сезім білмеймін, Айша қыздың Айша қыз біз сезім таңдайтын болдық енді ойлаштыра. Тағы да ойластырып көрсеңіздерші. Біз жарайды, қазір барып ойластырып келеміз. Сіздің кабинетіңізге кіріп бола ма? Кіре беріңіздер. Қайсысын аламыз? Негізі маған сезім ұнап тұр. Маған да сезім ұнап тұр. Онда сезімді алайық. Болды, кеттік жүр. Біз сезімді алатын болып шештік. Мені ма алақа? Дұрыс жауап таңдадыңыздар. Сіздер кетіңіздерші, сіздер қандай ақымақсыздар. Таңдамайсыздар ма мен? Айша, кім? Ал сезім заттарың бар болса, жинап келе ғой. Иә, ура! Мен алатын болып, всем пока, балалар, адамдар. Мен сені жақсы көремін, айырылыспа. Иә, мен айырылысқым келмейді. Мен де. Бірақ кездесіп тұрсақ та болады. Сендерді жіберетін шығар енді. Сұрап бірдеңе қылып жіберіліп көр, жарай ма? Әрине, главный телефондарымыз бар ғой. Менде жоқ, мен сындырып алғам, ренжімеш. Жарайды. Уайымдамай барып кете бер, сен таңдап тұр ғой. Әрине. Бірақ мен сені ажағым келмейді. Ойындамай кете бер. Мен сені сағынамын. Сені мамаң, әкең күтіп тұр. Әрине, рахмет. Айттым саған кешіп қалмайды, сіз кіріп. Мына саған тоже. Ола ғой. Мен саған мынамды жаздап кеткім келіп тұр. Мен сені қатты жақсы көретінімді білдің ғой. Соны ұмытпа тек, жарай ма? Мен сені жақсы көремін. Мені ұмытпа. Мен сені ұмытпаймын, сен де мені ұмытпа. Пока. Жақсы ұйықта. Сау болыңдар, мен кеттім. Апай, мен болдым. Өй, неге жылағың келіп тұр? Шынымен неге жылағың келіп тұр? Менің осы балалар лагерінде бір жақын досым бар еді. Соны мен айырылысқым келмей тұр. Достар, осымен менің Асыранды қыздың бірінші бөлім сериясы бітті. Келесі фильмін күтсеңіздер, онда комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Всем пока!